Төлеу апайдың ертегілері. Көжек пен анасының тіл табысулары. Кішкентай көжектің тісі шыға бастады. Кішкентай күріштің дәніндей әппақ тістері қылтиып көрінгеніне көжек сондай қуанды. Бірақ тіс оңай шыға салмайды екен. Көжектің тістерінің түптері сыздап, ыстығы көтеріліп, әбден мазасы кетті. Соның салдарынан көжек жылауық, кежір болып алды. Көжектің мамасы баласына жан ашып, қайтсем көжегімнің көңілін табам деп дамыл таппады. Сәбізді біресе майдалап турап берді. Енді бірде жұмсартып, езіп берді. Енді бірде сәбізді тоңазытқышқа салып қатырып, көжекке кеміруге беріп отырды. Анасының бұл амалы кішкентай көжек сыздай бастағанда, мама тісім сыздап барады, суық сәбіз берші деп кемсеңдеп жылайтын. Мамасы болса бар шаруасын тастай салып, көжегінің өтінішін орындайды. Сөйтіп жүріп, көжектің тістері де шығып болды әйтеуір. Бұрынғыдай тісі мазаламайды, еш жері ауырмайды көжектің. Көңіл күйі де тамаша. Сондай күндердің бірінде көжек далаға серуенге шыққысы келіп, мама, көшеге серуендеп қайтайықшы деді. Ас үйде түскі тағамды дайындап жатқан қоян көжекке: менің қазір қолым бос емес, түскі асты әзірлеп жатырмын көжегім. Қолым босағанда міндетті түрде сені серуенге алып шығамын жаным деді. Сәл тынышталған көжек біраздан соң қыңқылдап анасының жанына тағы келді. Мама, маған ертегі оқып берші. Балам, көріп тұрсың ғой, уақытым жоқ, қоя тұршы. Менің ертегі тыңдағым келеді, оқып бер дедім ғой деп көжек одан бетер жылады. Балақаным, ертегіні жатар орынға жатқан соң небір жақсы ертегілерді оқып берем. Әбден кежірленіп алған көжек бір мезгілде анасының аяғына оралып, ендеше мама, кәне, менімен ойна деп байбалам салды. Менің уақытым жоқ, бар, әпкеңмен ойна. Көжек анасына өкпелеп қалды. Үнемі мамасының қолы тимейді. Ол ас үйдің бір бұрышына барып отырды да, біраздан соң анасына аңқылдап тіл қатты. Мама, менің басым ауырып кетті, маңдайымды көрші, ыстығақ, қызуым көтерілді. Мама сабыршып, істеп жатқан шаруасын тастай салып, көжегіне ұмтылды. Маңдайын ұстап көріп еді, ыстығы көтерілмеген. Ал көжектің көзі күлімдеп, мамасының бауырына тығыла түсті. Сонда ғана анасы бәрін түсініп, өзінің қылығынан қысылып: кішкентайым менің, жүрші, түскі асты екеуміз әзірлейік деді. Сөйтті де кішкентай көжекке де алжапқыш кигізіп, өзінің қасына отырғызып алды. Сөйтіп екеуі екі аспазшы болып ойнады. Бірақ әзірлеген көжек мамасының айтқандарын бұлжытпай орындап отырды. Әпер деген әперіп, апар деген апарды. Орынсыз қыңқылдауға тіпті қолы да тимеді. Содан бері көжектің анасы кішкентай бөбегінің көңілін тек ауырғанда ғана ауламай, үнемі жанынан тастамайтын болды. Көжек те содан бері анасын мазалауды қойып кетті. Тіпті ауырмайтын болды. Дені сау, көңілді көжек сондай сүйкімді болып ержетті.